Жаңа өрт сөндіру бөлімі Қарағандының Көгілдір Пұрут ықшам ауданында орналасқан. Оны салуға 817 миллион теңге қаржы жұмсалған. Мұнда 6 негізгі 4 резервтегі автомобиль аялдамалар жабдықталған, байланыс пункті бар. Сонымен бірге 40 орынға арналған жатақхана, оқу классы мен спорттық залы да бар. Жаңадан ашылған бөлім алдына Қарағандының барлық өртке қарсы күрес қызметі гарнизонының жеке құрамы сап түзеді. Ішкі істер министрінің орынбасары Владимир Башко жиналғандарды құттықтады. Пожарная часть благодаря акимату размещена в удобном месте. Она прикрывает совершенно отдельный район. Вы знаете, главная обязанность при возведении — это 10-минутная досягаемость в зоне тушения пожаров. Очень надеюсь, что эта пожарная часть будет образцовой. Она украшает архитектурно, наверное, город. И надеюсь, что служба пожаротушения в области будет содержать ее в достойном порядке. Аймақ басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков өз сөзінде Қарағанды облысының құтқару қызметі кез келген төтенше жағдайларға әзір екендігін биылғы жылы дәлелдегенін атап өтті. Баршаңызды ең біріншіден өздеріңізді күндеріңізден құтқарушы күндеріңізден шын жүректен құттықтағым келеді. Осы кездесуімізден пайдалана отырып, мына бүгін тапсырылып жатқан жаңа ғимарат, жаңа бөлімше біздің халқымызға, елімізге қызмет етсін деп тілегім келеді. Әрине ешқандай қиыншылық болмасын болашақта. Өздеріңіз білетіндей, биыл Қарағанды облысы әсіресе көктемде біраз қиыншылыққа түскен болатын. Соның бәрін қарсы шығып, оны көтеріп, қалпына келтіру, өздеріңіз атсалысып, біраз еңбек сіңірдіңіз. Сол үшін де бүкіл Қарағанды облысының азаматтарынан, халқынан рахметін айтуға рұқсат етіңіздер. Салтанатты шара барысында Қазақстанда төтенше жағдайлар қызметінің ашылғанына 20 жыл толуына орай мерейтойлық медальдар тапсырылды. Вице-министр Башко мерейтойлық медальді облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібековке, облыс прокуроры Асқар Секішевке, Ішкі істер департаментінің басшысы Мергенбай Жаппаровқа, облыстық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің басшысы Кендебай Адамбековке тапсырды. Ашылу салтанатында вице-министр қызыл лентаны қиып, облыс әкімімен бірге жаңа өрт сөндіру бөлімінің кабинеттерінің жабдықтарын аралап қарап шықты. Бөлімнің бірінші қабатында автотұрақ, байланыс пункті, қарауыл басшысының бөлмесі орналасқан. Ал екінші қабатта басшының бөлмесі, асхана, оқу кластарымен бірге киім шешетін орын бар. Үшінші қабатта спорт залы, мектеп оқушыларын кәсіби даярлауға арналған бөлмелер де бар. Айта кету қажет, бұл Қарағанды облысында соңғы 20 жылда салынған алғашқы жаңа өрт сөндіру бөлім болып саналады. У нас потребность вообще по Карагандинской области практически в каждом населенном пункте имеется потребность в пожарных частях. Скажем так, у нас это первая пожарная часть в городе Караганде, новая построена за, так скажем, годы независимости Казахстана. У нас еще есть необходимая потребность в строительстве, у нас есть проблемы в городе Темиртау, Жезказгане и так далее. Пока это первая часть, построена, как я уже сказал, по типовому проекту. Жаңа бөлімнің ашылуының арқасында жаңа 140 жұмыс орны ашылған. Бұл бөлім 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап толық жұмысқа кірісетін болады.